Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда бүгін өзбек ұлтының өте керемет, барлығымыз жақсы көріп жейтін тандыр нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл нандарды ұнатпайтын адам жоқ. Ендеше дәл осындай өзбек ұлтының тандыр нанын үй жағдайында өзіміз жасап жейтін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстінен жылы суымызды саламыз. Оның үстінен жылы сүтімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстінен сұйық майымызды саламыз. Және де дрожжымызды салып аламыз. Тұзымызды ұмытпаймыз достар, тұзды салуды. Оның барлығын үстіне сала салмай, шетінен сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ашығаннан кейін осылай ыдысымыздан түсіріп алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде 5 бөлік мына жерде. Домалақта формаға келтіргеннен кейін 15 минуттай тағы да көтерілгенше қойып қоямыз. 15 минуттан кейін тандыр нанымыздың формасын жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Дайын болған нандарымыздың үстіне сүтіміз бен жұмыртқамыздың сарысын араластырып, осылайынан жағып қоятын боламыз. Нанымның беттеріне сән үшін күнжіт теуіп қойдым. Және де қызып тұрған пешімізге беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің нанымның жасалу жолы дәл осылай. Өздеріңіз көргенде, егерде менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде маған жазылып, астына лайктарыңыз қалдырып кетіңіздер.